Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай свекладан өте оңай 3 түрлі салат жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен қажетті заттарымыз ол қызылша, алма, тұздалған қияр, 1 тіс чеснок, майонез, аскөк, брынза және жұмыртқа қажет болады. Бірінші салатымызды жасаймыз. Ең бірінші қайнатылған свекламызды осындай терканың ірі көзінен өткізіп алатын боламыз. Келесі кезекте тұздалған қиярымызды да дәл солай ірі көзінен өткізіп аламыз терканың. Енді аскөктерімізді майдалап турап аламыз. Майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Осыменен бірінші салатымыз дайын болды. Өте оңай салат және тәбетті ашады. Адам ағзасына өте пайдалы салат. Екінші түрлі салатымызды жасаймыз. Ол үшін осылай алмамызды алып, керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз және майдалап, төртбұрышты етіп, барлығын турап аламыз. Келесі кезекте қызылшамызды да дәл солай төртбұрышты етіп турап аламыз. Менде барлық қызылшаларым қайнатылған қызылша. Майонезді қосамыз, қаймақ қоссаңыздар да дәмі керемет болып шығады. Жақсылап араластырамыз. Осыменен екінші салатымыз дайын. Енді үшінші салатымызды жасайтын боламыз. Ол үшін осылай брынзамызды жақсылап төртбұрышты етіп турап аламыз. Келесі кезекте тұздалған қиярымызды да дәл солай төртбұрышты етіп турап аламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды да дәл солай төртбұрышты етіп турап аламыз. Келесі кезекте қызылшамызды да дәл солай төртбұрышты етіп турап аламыз. Майдалап туралған аскөгімізді қосамыз. Сарымсағымызды осылай майдалап өткіземіз, немесе майдалап турап жіберсеңіздер болады. Келесі кезекте майонезімізді салып, дәміне қарай аздап тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осыменен үшінші салатымыз да дайын болды. Бетіне аздап брынза сеуіп қойсаңыздар, дәмі одан сайын керемет болып шығады.
Міне салаттарымыздың барлығы дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын. Егер видео ұнаған болса, толықтай қарап, өз пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.